Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Түнгі ойлар арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мадина Полат қызы. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Алладан қорқу. Кейбір данышпан кісілер былай дейді: денсаулықтың мықты болуы аз тамақтануда, жан дүниенің тазалығы күнәдан аулақ болуда, діннің туралығы Алла жаратқан пенделердің ең ұлығы болған Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбардың жақсы әдебінен үлгі алып өмір сүру. Алла тағала Құран кәрімде былай дейді: «Уа иман келтіргендер, Аллаға шын көңілден тағзым етіңдер, және оған қарсы келуден сақтаныңдар. Әркім ертеңгі ақыреті үшін не жолдағанына көңіл аударсын. Аллаға шын көңілден тағзым етіңдер, және оған қарсы келуден сақтаныңдар. Шүбәсіз, Алла не істеп, не қойып жүргендеріңнен толық хабардар». Аяттың мазмұны төмендегіше: Алладан қорқыңдар, оған мойынсұныңдар. Материалдық және рухани қиыншылыққа душар болғандарға жәрдем беріңдер. Әрдайым Алла жолында болыңдар. Қиямет күні оның сыйлығын аласыңдар. Себебі Алла тағала сауап істеріңде де, күнә істеріңді де бәрін түгел біледі. Періштелер аспан, жер, күн, түн бәрі де пенденің жасағандары туралы куәлік береді. Тіпті кісінің өзінің дене мүшелері де өзі туралы куәлікке өтеді. Жер иманды және ықыласты пенделер жөнінде куәлік беріп, менің үстімде намаз оқып, ораза ұстап, қажылыққа барды дегенде, мүмін пенде соған қуанады. Жер кәпір және күнәһарлар туралы: бұл кісі менің үстімде Аллаға шірік келтіріп, зина жасады, ішімдік ішті, арам жеді деп куәлік етеді. Қайырымдылардың қайырымдысы Алла тағала қиямет күні имансыздар мен шектен шыққан күнәһарларды жасаған істерінің бүге-шігесіне шейін сұраққа алғанда, олардың жағдайы өте жаман болады. Бүкіл дене мүшесі мен Алладан қорыққан пенделер, бұлар мүміндер. Иман Абу Ләйіс бұлай дейді: Алладан қорыққандықтың белгісі 7 нәрседе көрінеді. Біріншісі тілде. Алладан қорыққан пенде тілін жалғаннан, өсек ғибаттан, басқаларға жала жабудан және пайдасыз сөздерді сөйлеуден сақтайды. Оны Алланы зікір қылу, Құран оқу және ілім, білім үйрену үшін қолданады. Екінші, жүректе. Алладан қорыққан кісінің жүрегінде мұсылман бауырына деген дұшпандық болмайды. Жалған, жала және дұшпандық сияқты адам баласына жараспаған сезімдерді көңілінен шығарып тастайды. Себебі дұшпандық пенденің жақсы істерін жоқ қылады. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: от отынды жандырып күл қылғандай, дұшпандық та пенденің жақсы істерін жеп таусады. Құрметті оқырман, дұшпандық жүректі жаулап алып, қоғамдық өмірде көп зияндарға жол ашушы жаман ауру екенін біліп қой. Жүректегі кеселдер, яғни жаман сезімдер, күнә істер тек іліммен және жақсы істермен ғана емделіп, айығуы мүмкін. Үшінші, көзде. Алладан қорыққан пенде арам асқа, ақысы жоқ киімге және жат біреуге көз салмайды. Дүниеге құмарлықпен және барлық нәрсеге ие болу үшін көз салмай, сабақ алу үшін назар салады. Арам нәрселерге қараудан өзін тияды. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: кім көзін арам нәрселермен толтырса, Алла тағала
қиямет күні оның көзін отпен толтырады. 4. Құрсақта. Алладан қорыққан пенде қарнына арам тамақ кіргізбейді. Себебі арам аспен азықтану ең үлкен күнәлардың бірі. Бұл туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: адамзаттың қарнына бір тістем арам түссе, тамақ ерімейінше жер аспандағы періштелер оған қарғыс айтып тұрады. 5. Қолда. Алладан қорыққан кісі қолын арамға емес, Алланың разылығына лайық нәрселерге ұсынады. Қағап, Алла оған разы болсын. Төмендегі рауаятты айтады: Алла жасыл измурттан бір сарай жаратқан. Ол сарайда 70.000 үй, әрбір үйде 70.000 бөлме бар. Бұл сарайға өзіне арам нәрсе ұсынылғанда, Алладан қорыққандықтан оны қабыл алмаған пенделер ғана кіреді, делінген. 6. Аяқта. Алладан қорыққан кісі күнә жолына емес, Аллаға ғибадат жасау жолында қадам аттайды. Ілім алу және жақсы әдеп ақлақты үйрену үшін ғалымдардың және тақуа пенделердің мәжілістеріне барады. 7. Құлшылықта. Тақуа пенде Алланың разылығына жету үшін оған бас иеді. Ел көрсін деуден, басқаларға өзі не ісі туралы мақтанудан және екі жүзділіктен сақтанады. Адамның 6 мүшесінде және жасаған ғибадатында сол нәрселер бар болса, онда Алланың ол хисапсыз нығметке толы мәңгілік бақыт мекені. Ақырет болса, Раббының құзырында тақуалардың еншісінде, деп айтқан пенделерінен болады. Тағы басқа бір аяттарда тақуалар туралы былай деп айтылады: Аллаға лайықты түрде тағзым етіп, оған қарсы келтанған тақуа жандар жұмақ бақшаларында, бастаулардың басында болады. Тақуа жандар болса, жаннат бақшаларында сан алуан нығметтерге бөленуде. Аллаға лайықты түрде тағзым ететін, оған қарсы келуден барынша сақтанатын. Тақуа жандар болса, азап атаулыдан ада, қауіпсіз жерде болады, делінген. Жоғарыда аяттарда Алла тағала тақуа мүміндердің қиямет күніндегі азаптан құтылатынын білдірген. Мүмін пенденің Алладан қорқумен бірге оның мейірімінен үміт үзбеуі керек. Алла тағала былай дейді: Уа Мұхаммед, оларға менің мына сөзімді жеткіз. Уа күнәға батып, өз-өздеріне жамандық жасауда шектен шыққан, һәм өздеріне берілген түрлі нығметтер, сезімдер мен қабілеттерін орынды пайдаланбай зая қылған құлдарым. Алланың рақымынан үміттеріңді үзбеңдер. Өйткені Алла барлық күнәларды кешіреді. Шүбәсіз, ол ғафур. Қолдарының күнәлары қаншалықты ауыр болса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, ерекше мейірімді. Хикая. Дәуіт пайғамбар, Алланың оған сәлемі болсын, зубур оқып отырған еді. Бір уақытта жерде жорғалап бара жатқан қызыл құртты көріп, өзінше: Алла тағала бұл құртты қандай мақсатта жаратты екен, деп ойлайды. Алланың бұйрығымен құртқа тіл бітіп, Дәуіт пайғамбарға: Уа Алланың пайғамбары, Алла тағала күн сайын 1000 рет Субханаллахи, вальхамдулиллахи, ва ла илаха иллаллаху, Аллаху әкбар кешке 1000 рет Алланың үмми оқу жазуды білмеген пайғамбарына, оның сахабаларына және үрім бұтағына салауат сәлемдер болсын, деп айтуды ілхам қылды. Сен зікір қылғанда нелерді айтасың? Маған да айтсаң пайдаланайын, дейді. Дәуіт, Алланың оған сәлемі болсын, қызыл құртты қадірсіз көргеніне пұшайман болды.
Аллаға тәубе жасады. Мүмін пенде Алладан үміт үзбейді. Ғибадаттарын толық орындайды. Жаман істерден бас тартады және жағымсыз әдеттерін тастайды. Алланың досы Ибрахим пайғамбар, Алланың оған сәлемі болсын, жіберген қателіктерін еске алғанда есеңгіреп, жүрегі дүрсілдеп, қатты қорқады екен. Алла тағала оған Жәбірейіл періштені жібереді. Жәбірейіл, Алланың оған сәлемі болсын, Ибрахим пайғамбарға келіп, Алла саған сәлем жолдады және досынан қорыққанда дос болама деп жатыр, дейді. Әзірет Ибрахим оған, уа Жәбірейіл, жіберген қателіктерім еске түсіп, олардың жазасын ойлағанымда достықты да ұмытам деп жауап қайтарыпты. Пайғамбарлар, әулиелер және тақуа адамдар сондай еді. Сен де ойлан. Құрметті оқырман, осы тақырыпқа байланысты өз пікірлеріңізді қалдырып, түнгі ойлар арнама қолдау білдіріп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Жақындарыңызбен бөлісіп, арнамның дамуына үлес қосыңыздар. Кімгедір пайдалы болса, бір сауап. Ассалаумалейкум. Сіздермен бірге болған Мадина Полатқызы. Осы мәтін Жүректің сырлары Имам Ғазали кітабынан алынды.